Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгін біз түскі асқа жеңіл-желпі картоп қуырдағын жасаймыз. Ең алдымен біз картопты соломка етіп турап аламыз. Картопты дайындап алғаннан кейін келесі кезекте пиязды жартылай етіп тураймыз. Картопымыз соломка болғаннан кейін біз бұрышты да соломка етіп турап шығамыз. Енді табаға сұйық май құйып қызғанын күтеміз. Қызған сұйық майға етімізді саламыз. Тауық етін міндетті түрде араластырып тұрамыз. Етке әртүрлі қоспалар қосуға болады. Мен мұнда қызыл, қара бұрыш, паприка қосамын. Келесі кезекте пияз салып қуырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша лимон салсаңыздар да болады. Лимон дәмін дәмдірек етеді. Келесі кезекте картопты салып қуырамыз. Картоп салғаннан кейін көп араластыруға болмайды. Картопымыз езіліп кетуі мүмкін. Біраз уақыт өткеннен кейін картоптың үстіне бұрыштар саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша қызыл, жасыл етіп салуға болады. Осыдан кейін астын басып қойып, қақпағын жауып пісіріп аламыз. Біздің қуырдағымыз дайын болды. Қуырдақ дайын болғаннан кейін міндетті түрде үстіне зелень себеміз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Баршаңызға ас болсын.